Биік таулардың саясында һәм айымғы Ван көлінің жағасында ұмытылған ең айымғы цивилизациялардан бірінің сыры жасырынған. Урарту мемлекеті. Бұл ұлылық һәм құлау. Сенім һәмде хакимият, сырлы құдайлар һәм әфсаналы хүкімдарлар тарихы. Олар кім еді? Не үшін олардың тәсірі бұншелі күшлі һәм тарихы бұншелі аяншылы болды? Бұл дүния картасынан жоқ болып кеткен, бірақ инсаният тарихында өшпес із қалдырған мемлекет тарихы хақындағы гүрің. Бүгін біз сізге Урарту мемлекетінің тарих қағазларында қалып кеткен айымғы тарих бетлеріне нәзер таслаймыз. Жайхоның білім суына сүңгуге даяр болсаңыз, біз басладық. Арарат, Биайнили һәм Наири атларменен де танылған Урарту қазіргі Арменияның таулы аймақтарында жайласқан болып, заманауи Армения, Шығыс Түркия һәм Арқа-батыс Иран жерлерін қамтып алған. Бұл мемлекет біздің эрамызға шегемгі бірінші мыңжылдықтың бірінші ширегінде алдыңғы Азия тарихында ахметлі орын иелеген. Сондай-ақ Урарту аты айымғы жазуларда, яғни Дара бірдің Саулатлы Бехистун жазуында да ұшырасады. Яғни ол жерде Арменияның синонимы сипатында тілге алынған. Сондай-ақ бұл жерде регион халқылары арасындағы терең мәдени һәмде тарихи байланыстардан дерек береді. Урарту тарихы оның мемлекет сипатында қалыптасуынан біраз алдынырақ басланған. Эрамызға шекемгі 13-ші ғасырға тиесілі Ассури деректерінде Наири бұл аймақта жасаған қауымдер ауқымы хақында мағлұмат берілген. Бірақ Урарту орайласқан мемлекет сипатында біздің эрамызға шекемгі 9-ші ғасырға келіп қалыптасты. Урартудың бірінші белгілі хүкімдары Араму болып, ол эрамызға шекемгі 860-843 жылларда хүкімдарлық еткен һәм Ассурия патшасы Салманасар үшке қарсы тұрған. Ван көлінің бойында жайласқан Тушпа қаласы мемлекеттің пайтақтына айланды. Бұл қала тек хакімшілік емес, алдыне орай вазипасында атқарған. Халди Құдайының бас ибадатханасы Ван жағасында жайласқан болып, ол өзінің үлкен өлшемлері һәм архитектуралық өзгешеліктері менен қазірге шекем хайран қалдырады. Тасларға ойып жазылған жазулар Урартудың сияси һәм әскери құдіретінен дерек береді. Аргишти бірінші хүкімдарлығы дәуірінде Урарту өз құдіретінің шоққысына ерісті. Эрамызға шекемгі 786-764 жылларда хүкімдарлық еткен Аргишти бірінші қазіргі Ереван қаласы орнында Эребуни қаласын құрады. Бұл қала қорған ахметлі стратегиялық таяныш һәм экономикалық орай вазипасын атқарған. Және бір ахметлі орай Арарат ойпатында құрылған Аргишти Хенили еді. Har екі қала Урарттың арқа һәм шығыс аймақларындағы хакимиятын бекемлеуде шешуші ахметке ие болды. Урарту экономикасы ауыл қожалығы, өнерменшілік һәм саудаға текарланған еді. Урартулы инженерлер жаратқан суғару системасы себеплі диқаншылық жоғары дәрежеде рауажланды. Бұл тараудағы ең белгілі жетіскенліктерден бірі бүгінгі күнге шекем жұмсалып барып отырған Менуа канал болып табылады. Урартуда бидай, арпа, гүнжі һәм жүзім жетілістірілетұғын еді. Урарту виносы мемлекеттен тысқарда да даңққа еріскен еді. Урарту аймағында бірнеше ірі мыс, темір һәм қола кәнілері бар еді. Бұл оны айымғы дүнияның ахметлі металлургия орайына айландырған еді. Темір тек қана құрал жарақ емес, ал ауыл қожалығы аспаптарын істеуде де қолданылған. Бұл болса, диқаншылықтың нәтижелілігін асырған. Урартлар қоңсы мемлекеттерге, соның ішінде Ассурия һәм Кіші Азияға металл һәм металдан сіленген бұйымларды экспорт еткен. Урарту мәдениеті өзіне тән һәм жоғары дәрежеде рауажланған еді. Архитектуралық табылмалар олардың құрамалы зергерлік бұйымлары һәмде безеклер жаратқанынан дерек береді. Сондай-ақ Урарту архитектурасы үлкен қорғанлар, ибадатханалар һәмде сарайларды
өз ішіне алған. Сонда айтып өту керек, ибадатханалар тас ою hamde жарқын безеу ұсуларынан кең пайдаланған. Яғни көптеген имараттар бүгінгі күнге шейін сақланып қалған һәм олар Урарту ұсталарының құрылыс технологиясы жоғары дәрежеде рауажланғанынан дерек береді. Кармир Блур төбесінде құрылған Тейшибайни қаласы Урартудың ең ұлы архитектуралық жетістіктері бірі еді. Қала бекем диуаллар менен қоршап алынған болып, 150-ге жақын имаратты, соның ішінде сарайлар һәм ибадатханаларды өз ішіне алған. Бұл қала Урарту цивилизациясының күткілі кризиске дусласуынан алдын ақырға таяншы болған. Урарту діні мемлекет тұрмысында ахметлі орын тұтқан. Бас құдай Халди ұрыс һәм өнімдарлық құдай еді. Онан тысқары Урартулылар құяш құдайы, Шивини һәм гүлдірмама құдайы Тешепке сыйынған. Ван көлінің құбла-шығысында жайласқан Мусасир қаласында халдының бас ибадатханасы болған. Бұл қала ахметлі діни орай һәм Урарту патшаларының тақт кию орны есапланған. Урарту ибадатханалары Месопотамия зиккуратларын есететұғын өзіне тән ұсулда құрылған болып, құдайлар суретленген брелиефлер һәм құрбанлық мәресімлері сахналарменен безелген. Урарту жазба деректері тасқа ойып жазылған шебер жазулар себеплі сақланып қалған. Жазулардың тек арғы бөлімі патша хронологияларынан ибарат болып, оларда әскери жүріслер, құрылыс жұмыслары һәм діни мәресімлер суретленген. Бұл текстлер заманауи тарихшыларға Урартудың сияси дүзілісі һәм мәдениеті хақында түсінік береді. Көптеген жазулар Ван жағасында һәм басқа да ахметлі археологиялық естеліктерде табылған. Урартуда археологиялық зерттеулер 19-шы асырде басланған. Бірінші зерттеуші 1827 жылы Франция Азия жәмиеті тарапынан Ван көліне жіберілген Фридрих Шульц еді. Оның табылмалары, соның ішінде мехат жазуларының сызылмалары Урарту тарихын үйренуге ахметлі үлес қосты. Кейінгі 10 жылдықтарда ізденулер давам етті һәм археологлар Урарту жәмиет тұрмысына анықтылық кіргізуші көптеген материалдық дәлелдерді тапты. Әскери жүріслер Урарту тарихында үлкен ахметлі орын иелеген. Яғни мемлекет өз шекараларын қорғау һәмде тәсірін күшейту мақсатында Ассурия менен тез-тез ұрыстар алып барған. Эрамызға шекемгі 717 жылға келіп болса, Ассурия патшасы Саргон II Урартуға болған ең ахметлі әскери жүріслерінің бірін әмелге асырады. Оның әскерлері Мусасирді талан-тараж етеді һәмде Халди ибадатханасында ойран етеді. Бұл болса, Урарту үшін ауыр соққыға айланады һәмде мемлекеттің кризиске тұтуына жол ашып береді. Урартудың халсізленуінің тек арғы ішкі себебі ішкі рауажлануға зиян шекеріп, әскери жүріслерге һәм сыртқы шекараларды бекемлеуге айрықша ітібар беру еді. Патшалар хакимияты абсолют монархияға текарланған болып, бұл қатты орайласуға алып келді. Бірақ сол уақытта жергілікті өзін-өзі басқару системаларының рауажлануын шектеп қойды. Тынымсыз ұрыслар мемлекет ресурсларын жоқ етеді һәм тек арғы салықлар һәм жұмысшы күші келетұғын ауыллық аймақтарды пайдаланып таслайды. Ауыл қожалығы һәм сауда-саттыққа экономикалық қарамлылық Урартуды сыртқы қауіп-қатерлер һәм табиғи апатшылықтар алдында халсіретіп қойған еді. Ішкі аймақтар инфраструктура реформаларының жетіспеушілігінен жәбір көрді. Бұл болса, мемлекет басқару механизмін халсіретеді. Құрамалы суғару системасына қарамастан, ресурслардың тең бөлістірілмеуі элита арасында ішкі қарама-қарсылықтарды да келтіріп шығарды. Кризистің және бір ахметлі себебі хакимиет мирасқорлығы бойынша анық системаның жоқ екенлігі еді. Бұл тақт үшін күрес һәм сияси тұрақсызлыққа алып келеді. Мемлекет аймағындағы түрлі қауым һәм этнослардың әсте ақырын араласуы мемлекет басқаруын қиынластырды һәм мәдени және социалдық бөлшектілікке себеп болды. Урарту діни системасы жәмиетті бірлестіруде ахметлі рөл ойнаған болса да, кризистің алдын ала алмады. Ассурилер атланысы нәтижесінде Мусасирдегі тек арғы діни орайдың құлауы халықтың рухиятына үлкен соққы берді. Бұл уақия әләхи қорғаудың жоғалуының символына айланды һәм урартлар арасында түскінлік кейпиятын күшейтіп жібереді. Мәдени һәм лингвистикалық бөлшектілікте мемлекеттің ішкі байланыстарын халсіретіп қойды. Элита тарапынан қолданылатын урарт тілі көпшілік халықтың тіліне айланбады.
hukmdor qatlam ham Aqoy xalq arasındagi байланысты cheklab qo'ydi. Mamlakatning regionning жаңа siyosiy ham ekonomikalik sharoitlarni beyimlese almaganligi Urartuning төмендеп ketuvini ham keyin ала medialar tarafidan basbalnuvni alib keladi. Biroq Urartu birden yo'q bo'lib ketmedi. Mamlakat және bir necha 10 yillar davomida жасауды davom etdi. Biroq o'z ta'sirini ham aymoqlarin yo'qoltib bordi. Eramizga shegimga 585-yilga kelib, Urartu medialar tarafidan butkul basbalnda ham media imperiyasi quramına kirdi. Urartu haqida so'nggi ma'lumotlar bizning eramizga shegimga 6-asrga tegishli. O'zining barliq turmushlik davri davomida Urartu Shig'iz ham Arxa Kavkaz mamlakatlari arasidagi savdoda ahamiyatli bo'n bo'lib keldi. Uning aymoqlari orqali Mesopotamiyani Kavkaz arti ham Qora dengiz bo'ylari bilan baylantiradigan dikarg'iz savdo yo'llari o'tgan. O'zining strategiyalik shaylasi sababli Urartu metallar, dan ham atlar sexli tovarlar ag'imin qadag'alab turadigan edi. Urartu tili masalasi qiziqli. Urartu tili Xurrit Urartu to'parna tisli bo'lib, Xurrit tili bilan yaqin to'sqanlikqa ega edi. Urartularning yozuv dasturi Mesopotamiyadan o'zlashtirilgan, biroq o'zining tan o'zgarishliklari bilan ajralib turadi. Urartu tilidagi yozuvlarning ko'pchiligi hukmdorlar qoldirgan rasmiy tekstlar bo'lib topiladi. Urartu tekstlarini o'quv 19-asrda boshlangan ham asta-axirin rivojlangan. Nemis olimi Yogannes Friedrich I bo'lib, Urartu tilining Xurrit tili bilan to'sqanligi haqidagi bo'ljovni aldiga qo'yadi. Bu bo'lsa, o'sha ayyamga sivilizatsiyani o'rganuvda ulkan yetishganlik bo'ldi. Bizlar Urartu sirlarini endi ashib o'tirmiz desak de bo'ladi. Ya'ni bugungi kunda o'tkazilib o'tirgan har bir arxeologiyalik izlanuvlarning yangi kuni bizga yangi ma'lumotlarni inam etmoqda. Eng qiziqli o'ylab tobular bo'lsa, yili oldinda. Karmer Blur hamda Vanda o'tkirilgan arxeologiyalik qaziluvlar Urartularning kunjilikli turmushi haqida juda ko'plab ahamiyatli ma'lumotlarni da bermoqda. Atab o'tib kerak, Urartu haqida biluvdi qaluvchilarni tan qoldiradigan hamda har xil sirlarni, shunday bu mamlakatning tarixi haqida ma'lumotlarni sizga ochib berishga intilgan bugungi videomiz sizga ma'qul keldi deb o'ylaymiz. Bizga a'zo bo'ling, kommentariy yozing hamda like bosib qo'ying. Do'stlaringizga berishni unutmang. Keyingi sonlarda ko'rishguncha